Қаңтар оқиғасына арналған «Қайталанбасын» фильмі мемлекетіміз үшін қиын қыстау күндерге баға беру емес, керісінше шығармашылық тұрғыдан адамдардың тағдыры, олардың сол кездегі әрекеттері мен шешімдері арқылы мемлекетті, біздің сүйікті қала Алматыны жоғалту қаншалықты оңай, ал оны сақтау қаншалықты қиын екенін көрсетуді мақсат етті. Біздің осы жобадағы басты идеямыз қайталанбасын, ешқашан, кез келген саналы қазақстандық дәл осылай ойлайтынына сенеміз. Частные люди. Мы лично тоже ни с кем не виделись там и так далее. Знаете ли вы, кто дал деньги? Нет. Ну, как вы, как режиссеры, идете на проект, не зная, кто дал деньги? Ну, просто, у меня просто кто дал деньги, там понятно. Примерно. Ответ был такой, это частные... Ну, какие частные деньги? Фильм сняли слишком рано, то есть события еще только закончились, уже пришла команда сверху на государственном уровне снять фильм, наши курсанты участвовали, я же говорил, что нашим курсантам, я потом спрашивал, им было реально стыдно, потому что, когда знаешь, как в реальности погиб курсант, и когда снимаешь вот эту сказку, просто перед погибшими товарищами нашим курсантам было стыдно, понимаете? На самом деле, нашим курсантам, кто участвовал в этом, им было стыдно, это я вот честно говорю. Жаңа алаң, республика алаңы. То есть политический контекст весь был убран. Шалкет, который везде кричал на площадях, народ требовал политических реформ, это все было убрано. Именно мирные, которые стояли 6-го с плакатами, которых расстреляли наши силовые структуры, армия, ничего этого показано не было, а было показано просто вот такая бандитская небольшая группа, и как молодежь вовлекается легко в этот процесс. Арандатушыларға лесіп, алданып қалған жастарға обал болды. Жастардың білместігімен, қаскөйлердің қасақана жасаған қастандығының кесірінен мемлекетімізден айырылып қала жаздадық. Бұл қателікті тарих кешірмес еді. Құдайға шүкір, билік құлаған жоқ. Бірлігіміздің арқасында сын сағатта елдіктің туын берік ұстап, мемлекетімізді сақтап қалдық. Ең бастысы, біз осы оқиғадан тиісті қорытынды жасадық. Естен кетпес сабақ алдық. Тарихтың осы ащы сабағы еш ұмытылмайды.